Бәріңе ассалаумағалейкум, бұл Құдайберген спорт, сіздермен бірге мен Самат Құдайберген. Және бізде бүгін бокс туралы шығарылым. Көптен күткен Геннадий Головкин Канело мен атақты Сауль Альвареспен трилогиясын ресми түрде жариялады. Қазақстандық пен мексикалық 17 қыркүйекте жұдырықтасады. Геннадий карьерасына алғаш рет екінші супер орта салмаққа көтеріледі және тұңғыш рет абсолют әлем чемпионы атағына таласады. Бұл шығарылымда алғашқы екі кездесуіне не кедергі болғанын, Головкин мен Канело неге араздасқанын, үшінші жекпе-жекті неге 4 жыл күтуге керек болғанын және неге Геннадий 40 жасында жеңіске жете алатынын айтып беремін. Ондай болса, кеттік. Достар, арнамыздың ашылғанына жақын күндері бір ай толады. Кішігірім командамызбен мына өзім де пікірлеріңізді қалдырмай оқимыз. Сол үшін сіздерге рахмет. Видеоға лайк басып пікір жазыңыздар. Алғысым шексіз болады. Ал біздің арнаға енді ғана кірсеңіз, жазыла кетіңіз. Бұл біздің спорт туралы қазақ тілінде видеолар көп болуына көмектеседі. Рахмет. Сонымен Головкин Канело үшінші жекпе-жегі 17 қыркүйекте өтеді. Ал біздің уақытпен бұл 18 қыркүйектің таңы. Әзірше қай қалада өтетіні хабарланбады. Бірақ соған қарағанда ақш-та сияқты. Forbes журналистері кездесу Лас-Вегаста өтеді деп отыр. Бірақ мен басқа да нұсқалар қарастырылып жатыр деген үміттемін. Себебі мына бізге жанкүйерлер үшін де Геннадийге де Лас-Вегас жеңілістің ащы дәмін таттырған қала. 2017 жылы алғашқы жекпе-жек тең өткен. Бірақ әлемнің бокс қауымдастығы да бапкерлер мен боксшылар да Головкин жеңгеніне 99% сенімді болған еді. Сол күні бір төреші Дэйв Моретти ғана әділ екенін байқадық. Дон Трейла болса қайдан екенін білмеймін, тең деп бағалады. Ал Аделайда Бёрд Канелоның пайдасына 118-де 110 деген ұпай санаған болатын. Бокс сарапшылары бұл нағыз тонау болған айғайлап тұрып айтқан еді. Головкин мен Канело сол кезде бірден реванш туралы келіскен. Тура 8 айдан кейін өтеді деп те тағайындалған. Бірінші кездесуге дейін де, одан кейін де қарсыластар өзара құрметін байқатқан. Бірақ 2018 жылдың ақпанында бұл құрметтің күлі көкке ұшты. Сол жылы Альварес допингпен ұсталған. Клембутерол жануарларға арналған құрал. Бірақ оны әділдіктен жұрдай спортшылар да қолдана беретін. Бұл препарат бұлшық етті жоғалтпай салмақ қууға көмектеседі. Канело уланған еттен болды деп ақталғанын бәріміз көрдік. Айтуынша Мексикада сиыр етінен тағам жеген соң жұқтырып алдым дейді. Бірақ бәрібір Канело 6 айға шеттетілді. Ал бәріміз түсініп отырғандай бұл жазалау емес, нағыз көзбояушылық болды. Осы сәттен бастап Головкин мен Альварес шекісті де қалды. Бұрын спарринг серіктес болғандар енді достықты ұмытты. Екінші кездесу туралы келіссөз ауыр өтті. Ресми түрде анонс жариялар алдында Канелоның сол кездегі промоутері Оскар де ла Хойя келіссөздерден түк шықпайтынын мәлімдеген. Бірақ ақырында бір келісімге келді. Бір жағынан реванш деген тамаша, бірақ амал не? Геннадий өзі армандаған абсолют әлем чемпионы атағын ала алмады. Канеломен екінші кездесу өтпей қалса, Головкиннің екінші нұсқасы бар еді. Бұл Астана аренада Билли Джо Сондерспен кездесуі. Енді өзіңіз ойлаңызшы, біздің елде мұндай бокс мерекесі керемет өтер еді. Екінші жекпе-жекте жанжал шықты. Головкин басқаша әрекет етті. Алғашқы кездесуде қашып жүрген Канело бірінші нөмірді жұдырықтаса бастады. Төрешілердің шешімі тағы да дау туғызды. Екеуі жеңісті Альвареске берсе, бірі Головкинге берді. Бұл шешіммен келіспегендер көп. Мысалы, Мэнни Пакьяо, Теренс Кроуфорд, Ленокс Льюис, Шон Портер, бұлардың бәрі Геннадий жеңгеніне сенімді болды. Ал сарапшылардың басым бөлігі тең нәтижеге тоқтады. Бірақ тағы да тең аяқталды деп шешім шығару бір жағынан қиынсыз еді. Екінші кездесуден кейін Альварес пен Головкин бірінің артынан бірі Дазонмен келісім шартқа отырды. Бұл стриминг сервисі бокста алғашқы қадамдарын жасап жатқан ұйым еді. Сондықтан нарыққа ақшаны жаңбырша жаудырған. Мысалы, Сауль 12 жекпе-жекке $365 миллион алған. Ал Геннадий 6 жекпе-жекке 100 миллион алды. Бұл оның карьерасындағы ең көп табыс. Дазон бұл ақшаны трилогиядан қайтарып алмақ болған. Бірақ Альварес 3 жылға жуық Головкинмен кездесу қызықсыз екенін айтумен болды. Мықты екенімді дәлелдеп қойдым деді. Ал Геннадий мексикалықтың күл талқанын шығарғысы келді. Бірақ өзіміз білетіндей бар жоспарды пандемия бүлдірді. Карантинде отырғанымызда Сауль өз промоутерлермен дауласты. Сөйтсе, де ла Хойя Головкинмен трилогия арқылы Golden Boy атты компаниясына тиімді келісім шарт жасағысы келген екен. Ал Сауль бұл туралы білмеген. Сол үшін промоутерінің бұл әрекеті ұнамай қалған. Ұнамай қалғаны соншалық де ла Хойяны да, Дазонды да сотқа берген. Бірақ дауды сотқа дейін шешіп, келісім шартты үзіп тынған. Ақырында Канело бүгінге дейін өзіне өзі промоутер болып жүр. Бастапқыда екі жекпе-жекке Эдди Хирмен және Дазонмен келісім шарт жасаса да, кейінірек абсолют әлем чемпионы атану үшін олардың басты бәсекелесі Premier Boxing Championsқа өтіп кетті. Ал қазір қайтадан Хирнге оралып, Дазонмен 3 жекпе-жекке келісім шарт жасасты. Интернетте түрлі мәлімет тарап жатыр. Соларға сенсек, келісім шарттағы жалпы сома 160 немесе $180 миллион. Қысқасы аз ақша емес.
Жыл басында Кирн мен Канело жоспар құрып қойған. Мамырда жартылай ауыр салмақта Дмитрий Биволға қарсы, қыркүйекте Головкин мен трилогия, ал желтоқсанда туған Мексикасында немесе Ұлыбританияда тағы бір қарсыласпен шығу. Бірақ жоспарын Бивол құртты. Қырғызстан тумасы мексикалықты сенімді түрде жеңді. Канело жеңілісін мойындайтынын, бірақ реваншқа ниеті барын мәлімдеді. Бірақ кейінірек баспасөз мәслихатында жеңіске жеттім деп тағы шу көтерді. Реванш та сұрады. Қайткенде де Биволдан жеңілгеннен кейін 18 күн өткенде Головкинмен үшінші кездесу жарияланды. Меніңше дұрыс шешім. Бірнеше айдан кейін сол Биволмен қайта шықса, дым да өзгермес еді. Ал Головкинмен шықса, жеңіске жетуге мүмкіндігі көбірек еді. Бірақ дәл осы жекпе-жекте Головкиннің күші басымырақ. Неге олай ойлайтынымды түсіндірейін. Біріншіден Канелоның психологиялық жағдайы. Биволдан жеңілуі оған қалай қатты әсер еткенін білеміз. Қатты соққы болды демесек те, рингте бәрі анық болды. Ал әзірше бұл Канелоға қарсы басты фактор. Нөмірі екінші факторға өтейік. Салмақ. Бокста 17 салмақ санаты бекер ойлап табылған жоқ. Мұндай жекпе-жектің салдары болмауы мүмкін емес. Мысалы, Рой Джонс ауыр салмақтан түскен кезде карьерасы құлдырай бастаған. Канелоның өзіне жасаған эксперименттері дәлсіздеу. Биволмен кездесу қарсаңында ол веган екенін жариялаған. Ет жемей, тіпті жануар өнімдерінен бас тартқан. Бокста мен білетін мықты вегандардың ішінде тек Тимоти Брэдли бар. Шыны керек, салмақ факторының кері тұсы да бар. Геннадий карьерасына алғаш рет жоғары салмаққа өтіп жатыр. 40 жасында мұндай қадам қауіпті көрінеді. Геннадий рингке 72 келіден жоғары болып көтерілген бір ғана кездесуі бар. Стив Ролспен кездесуде ешқандай да интрига болмаған еді. Ал бір жағынан Геннадийге тіпті оңай болатын шығар. Көп салмақ қуудың қажеті жоқ. Ал сол 4 келі артық болуы да ғажап емес. Бивол да осыған назар аударған. Дмитрий жаңа салмақ санатына өткенде Головкин сақ болу керек. Бұл жақта соққылар мығым, сондықтан Геннадий бұрынғыдай көп соққы өткізбеуге тырысу керек деді. Енді Дмитрийдің болжамы қаншалықты дұрыс екенін көре жатырмыз. Үшінші факторға өтейік. Бокста шындық бар. Бұл шындық кездесуде ең бастысы жұдырықтасу мәнері. Стиль. Спорт Шрёдингер арнасына берген сұхбатында бұл туралы Артур Акавов жақсы түсіндіріп берген. Ал бұл боксшы орта салмақта 2 мәрте WBO титулына таласқан. Артурдың айтуынша, Головкин мен Канело бірін-бірі толықтырып тұрған боксшылар. Геннадийдің басым тұстарына Канело тойтарыс бере алады. Сондықтан екеуінің кездесуі сұмдық әсерлі болады. Өз ойымды айтсам, Геннадий сәл баяулаған сияқты. Бірақ соққысы баяғыдай мығым. Оның үстіне Геннадий жақсы бастай алады, ал Сауль алғашқы раундтарды беріп қояды. Тағы бір қызық жағдайды Биволмен кездесуде байқадық. Дмитрий аяқ қозғалысында Канелодан басым түсті. Бұл посткеңестік және қазақстандық бокс мектептерінің стилі. Геннадийдің де осы техникасы бар. Көп жылдан бері атақты бапкер Фредди Роуч бұл қасиет бойынша Головкинді үздік деп атаған. Енді осы қасиетін Канеломен кездесуде байқасақ шіркін. Төртінші фактор. Бірінші және екінші кездесу арасында Головкинге бір келкі боксшы дейтіндер көп болған. Ал қазір дәл осылай Канелоға қарсы айтуға болады. Екінші орта салмақта ол қарсыластарынан айқын басым болса, орта салмақта сонша сенімді бола алмады. Тіпті Сондерс пен Плантта кейбір раундта одан басым түскен. Ал Головкин осы мәнерде жұдырықтаса бастаса, Канелоны жеңе алуы мүмкін. Тағы бір айта кетерлігі, Канелоға Биволдың жептері ауыр тиді. Альвареске қашықтық ұстауға кедергі келтірді. Ал өзіміз білетіндей, Головкиннің джебі мықты. Бесінші фактор. Бәрі де адал өтеді деген үміт. Канело тағы да жеңісті ұрлап кетуі мүмкін. Тіпті Биволдың өзімен кездескенде алғашқы 4 раунд Канелоға берілген. Бір қызығы, Канело Оскардан кеткеннен кейін төрешілердің сиқыры байқалмай қалды. Ал Хирнің мұндай істермен байланысы жоқ. Кәсіпқой бокста оның абыройы мінсіз деуге болады. Бұл жолы төрешілер ешкімнен бармақ басты көз қысты әрекет күтпейтін шығар. Головкинді Бивол сияқты жұдырықтасса, жеңіске жетері анық. Айтпақшы, Головкин де Хирмен серіктес, бірақ Канело сияқты тығыз қарым-қатынаста емес. Эдди Геннадийдің шоуына андеркард жинақтауға көмектеседі, бірақ меніңше трилогия өтуіне Ұлыбританиялықтың бір үлесі бар деп ойлаймын. Алтыншы фактор. Геннадийдің мотивациясы. Канелоға деген ашу ызасы бетіне шығып тұрғандай көрінеді. Геннадий қартайды деп мың қайталай беруге болады. Бірақ қуаты мен мығым соққысы жасы келген боксшының жоғалтар ең соңғы қасиеті. Головкиннің қарсыласты ұрып құлатуға 12 раундта да мүмкіндігі болады. Екінші жекпе-жектен кейін Геннадийде өзгеріс көп болды. Ал басты өзгерісі бұрышында Абель Санчес жоқ. Командада нағыз кәсіби диетологтар мен бапкер пайда болды. Енді олар Геннадийді жоғары деңгейде дайындайды деп үміттенеміз. Джонатан Бэнкс керемет тактик емес шығар, бірақ олар жасы келген боксшылармен жұмыс істей алатын маман. Енді Джонатан ағайынды Максиммен және Геннадиймен мексикалыққа қарсы бір әдіс ойлап келеді деп сенейік. Бүгінге осы Головкин мен Канелоға да, өзіміздің басқа да боксшыларға қатысты жаңалықтарды беріп отыруға тырысамын. Арнамызға міндетті түрде жазылыңыздар. Сосын трилогия туралы өз ойларыңызды да жаза кетіңіздер. Алға Қазақстан, Геннадий, біз саған сенеміз. Біз жеңуіміз керек. Осындай нүктеде қоштасайық. Ал сау болыңыздар.